Жапония туралы біз білмейтін шындық. Жапония дегенде ойыңызға бірінші болып не келеді? Біздегі көрермендердің көбі жапондықтардың жоғары дәрежеде дамыған қалаларын, суши тағамын, немесе фудизм атауын еске алатын шығар. Сәлем достар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бұл біздің тұсаукесер бейнеміз. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Зерде арнасының басты мақсаты көрермендеріне әлемде болып жатқан түрлі қызықты оқиғалар мен адамдар және қоғамдық болмыстарды баяндау. Мен бүгін сізге Жапония елін басқа қырынан таныстырғанды жөн көріп отырмын. Жапониядағы интернет-кафе босқындарының ашынышты күйзеліске толы өмірмен танысатын боламыз. Сіздерді таңғалдыратыныма сенімдімін. Ал ондай болса кеттік. Қабырғасы гипсокартонмен қоршалған 4 шаршы метр. Ішінде бар болғаны бір матрас және компьютермен жабдықталған орын Жапониялық интернет-кафе босқындарының паналайтын баспанасы. Жапония капиталистік дамыған елдердің қатарында болса да, бірақ бәсекелестігі өте жоғары Токио сияқты қалада әлде талай баспанасы жүрген жандар бар. Олар үй сатып алмақ түгілі пәтер жалдауға да қалтасы көтермейтін адамдар. Бұл адамдар ақырында тәулік бойы интернет-кафеде түнейтін босқындарға айналды. Бұл шағын 4 шаршы метр көптеген адамдардың өміріне кепілдік етуде. Ал өмір сүру құны зәулім ғимараттармен бой таласқан Токиода. Сіріңкенің қорабындай 4 шаршы метр орынның айлық пәтер ақысы шамамен 250 мың теңгеде 370 мың теңге аралығында. Мына 39 жасар Масада деген азамат интернет сайтта админ болып жұмыс жасайды. Ал осы Мамбо деген төбесінде жоқ интернет-кафенің бөлмесінде 2 жыл бойы өмір сүріп келеді. Масада мырза, интернет-кафеде тұру өте ыңғайсыз, шудан оқшауланудың мүлдем жоқ. Тіпті біреулер қорылдаса да, жел шығарып қойса да анық естілетіндігін айтты. Бірақ дәл осындай қолайсыз ортада 10-20 жылда өмір сүріп жатқан адамдар жетерлік екен. Мына отырған 31 жастағы азамат музыкант болып жұмыс жасайды. Айына шамамен 1 миллион 200 мың теңге көлемінде табыс тауып тұрса да, баспанасы болмағандықтан интернет-кафеде тұруға мұқтаж. Интернет-кафе соңында баспанасы жоқ адамдар үшін бірден-бір паналайтын орынға айналды. Себебі мұнда бөлменің бағасы үй жалдаумен салыстырғанда көп арзан. Оның үстіне ең бастысы электроэнергия, интернет, жатын орын, душ сияқты шарт жағдайдың бәрі жасалған. Сондықтан мұнда адамдар көп айлап жылдап тұра береді. Жапониядағы тұрмыстық жағдайы төмен әйелдердің көбеюіне байланысты. Интернет-кафеге түнеуге күні түскен нәзік жандардың саны да артып келеді. Қазір интернет-кафеде тұрушылардың 70% әйелдер. Мына 19 жасар Аяка есімді қыз осы интернет-кафеде ең ұзақ уақыт тұрған тұрғынның бірі. Бір түнгі түнеу ақысы 10 мың теңге тұратын 4 шаршы метр бөлмеде осы қыздың барлық тұрмыстық заттары мен қыстық жаздық киімдері қойылған. Бұл қыздың 41 жастағы анасы және 14 жасар сіңлісі де осы интернет-кафенің тұрғыны. Олардың анасы 10 жылдың алдында жолдасынан ажырасып кетіп, өзі пәтер жалдап уақытша жұмыс жасаған. Соңында тапқан ақшасы пәтер жалдауға жетпегендіктен интернет-кафеде тұруға мәжбүр болады. Қазір ақшалары болмағандықтан мектепке барудан да қалған. Аяка анасының ауыртпашылығын жеңілдету үшін мектептен шығып кетіп супермаркетте жұмыс істейді. Оның супермаркетте тапқан табысы интернет-кафенің түнеу ақшасын шығарып тастағанда тек бір уақыт тамақ ішуге ғана жетеді екен. Журналистер Аякадан сенің қандай арманың бар деп сұраған кезде, менің ең үлкен арманым тезірек ақша тауып жасым 20-ға жеткенше анам мен сіңлімді осы арадан алып шығып кету, және сіңлімді қалаған оқуына түсіру дейді. Тұрақты жұмысы бар Масада мырза бұрында кәдімгідей пәтерде тұрған. Кейін пәтер иесімен шығыс алмай пәтерден шығып қалыпты. Ол өз өміріне басқалардың араласуын қаламайды. Ешкімнің басқарусыз емен-еркін өмір сүргісі келетіндіктен интернет-кафені паналауды жөн көрген екен. Бұл жерде ол өз ұнатқан дайын кеспені жеп емен-еркін өмір сүріп жүр. Масада мырза журналистерге, интернет-кафеде адам көп болса да олармен араласпайтындығын, ешкіммен сәлемдеспей жеке-дара өмір сүретіндігін айтты. Дегенмен Токио сияқты әркім өз өмірі үшін арпалысып жүрген мегаполиста әр адам өз қарабасын ғана ойлайды. Ешкімге мән бермейді ғой. 23 жастағы Мистон Бикеш Токиодағы түнгі клубтардың бірінде жұмыс жасайды. Қазір ол да амалсыздықтан осында паналауға мәжбүр болып,
интернет кафе босқынына айналыпты. Өмірі еш мақсат армансыз, үмітсіздікпен өтіп жатыр. Оның айтуынша өзі жалғыз тұруды ұнатпайтындықтан интернет кафеге келіп түнеген екен. Себебі мұндағы бөлмелер бір-біріне жақын орналасқан. Сондықтан көршілердің дауысын естіп жалғызсырамайтындығын айтады. Әр күні кеш бата сала боянып алып түнгі клубтағы еркектерге қызмет атқарады. Оны ата-анасы жастайынан бастап қараусыз қалдырып тастап кеткен. Мистон 16 жасынан бастап сыртқа шығып жұмыс істеп, ақша табумен айналысыпты. Мистон Бикеш өзінің денсаулығының нашар екендігін, мұндай жерде көп тұруға болмайтындығын айтады. Ол 16 жасында осында келген кезде, 20 жасында осы жерден шығып кетуге бекінген. Алайда өмірдің соққысы оны қараңғылыққа батырып жіберіпті. Мистон Бикеш: менде барлық адамда бар арман деген нәрсенің өзі жоқ. Армандау мен үшін артықтық қылады. Тек аман есен жер бетінде тірі жүргеніме шүкіршілік етемін дейді. 26 жасар Фумино деген азаматта интернет кафенің көп жылдан бері тұрып келе жатқан тұрғыны. Ол құрылыс алаңында уақытша күзетші болып жұмыс жасайды. Жұмыстан кейін дұрыстап ұйықтап демалуға интернет кафеде пәтердегідей жағдай болмағанымен, бірақ осындан басқа барар жерде жоқ. Қолынан келгенше тырысып жұмыс жасап ақша тапса да, тапқан табысы бәрібір пәтер жалдауға жетпейді екен. Әрине, осында тұрудың өзіндік пайдасы да бар. Электр энергия, су, квартплата төлеймін деп бас қатырмайсың. Оның үстіне бос уақытыңда компьютерде қалағаныңша ойын ойнауыңа болады. Жапонияның қоғамтанушыларының айтуынша, көптеген жапондықтардың ресми жұмыс таба алмай ақыры күн көру үшін уақытша жұмыс жасау жағдайы 1990 жылдары белең ала бастаған. Ал осы жағдай 2000 жылдары Жапониядағы күрделі әлеуметтік мәселеге айналыпты. Жапониядағы уақытша жұмыс жасаушылардың саны бүкіл еңбекшілердің 38%-ын ұстайды. Уақытша жұмысшылардың келісім мерзімі қысқа, жұмыс уақыты ресми жұмысшыларға қарағанда ұзақ. Табысы ресми жұмысшылардың жартысына да жетпейді екен. Олар барған жерінде ең ауыр, ең лас жұмыстарды істеп, тек жанын салып жұмыс жасағанда ғана күн көреді. Жинаған ақшасы болмағандықтан жұмыссыз қалған күні көшеде қаңғырып қалуы әбден мүмкін. Себебі үкіметтің оларға жұмыссыздық үшін беретін жәрдемақысы да жоқтың қасы. Ресми жұмысшы болғаннан кейін күнделікті 8 сағаттан тысқары тіпті де көп үстеме жұмыс жасауға тура келеді. Осындай ауыр қысымға шыдамаған көптеген адамдар баспанасыз қаңғыбасқа айналған. Сакай мырза бұрын бір кредит агенттігінде ресми жұмысшы болып істеген. Ал қазір болса интернет кафені паналап жүргеніне 4 айдың жүзі болыпты. Бұрынғы жұмыс орнында күнделікті 8 сағаттан сырт айына 120-да 200 сағат, немесе орташа есеппен 30 күнге шаққанда күніне 4-6 сағаттан артық үстеме жұмыс жасапты. Кейде тіпті күндіз түні демалмай компанияда түнеп жұмыс жасаған күндері де болған. Осылай режимсіз жұмыс жасағандығы себепті психологиялық ауруға шалдығып, бір айға сұранып емделуге кетеді. Емделіп қайтып келгеннен кейін оның бұрынғы жалақысының жартысын кесіп тастаған. Ақырында осындай соққыларға төзе алмаған ол жұмыстан шығып кетіп интернет кафеге түнеуге бел байлаған екен. Жапондықтардың мәдениеті бойынша алып айтқанда мұндай құбылыс қалыпты жағдай болып есептеледі. Бәсекелестігі жоғары Жапониядағы компаниялардың жұмысшылары бәрі дерліктей жұмыс жасап, көп айлық алу немесе мәнсапқа ие болуды мақсат тұтқан. Жұмыс орнының басшылары жұмысшыларға ұру сияқты, тіпті сен неге осындай оңай жұмысты өзің жасай алмайсың деп сайқымазақ етуі үнемі туылып тұратын құбылыс. Соңында Сакай мырза 20 жылдан артық жұмыс жасаған жұмыс орнынан кетіп қалыпты. Ол осы жерге 20 жыл жұмыс жасау арқылы өзінің бұл жұмысқа үйлеспейтіндігін байқаған. Сакай мырза басшысына жұмыстан шығу туралы өтінішін бергенде, өзінің қандай қуанғандығын тілмен жеткізу қиын. Өмірде сонша қуанған емеспін дейді. Ол журналистерге енді ешқашан басқалардың қолында жұмыс жасамайтындығын, тіпті керек болса Жапонияға ұқсамайтын басқа мемлекетке көшіп барып өмір сүргісі келетіндігін айтады. Өйткені ол Жапонияның мәдениеті мен әлеуметтік жүйесінен шаршап, әбден мезі болған. Өзіңіз көріп отырғандай, Сакай мырза интернет кафеде басқалардың демалысына кедергі келтірмеу үшін сақалында коридорға шығып алып отыр. Жапониядағы интернет кафеде тұратын кедей жандар өмірдегі түрлі болжауға болмайтын себептер салдарынан дәретхананың үлкендігіндей кішкентай бөлмелерде өмір сүріп, интернет ойындар арқылы өз-өздерін алдаумен күн көруде.
Олар тағдырларын өзгертемін деп қанша құлшынса да, қатыгез қоғамдық жүйенің кесірінен өмір бағытынан адасқан адамдар. Тіпті кейбіреуі армандаудың өзін артық нәрсе деп ойлайды. Ал ондай болса сіздерге бір сұрақ қояйын. Дәл осындай интернет кафеде бір ай бойы тұруға сізге мүмкіндік берілсе не істер едіңіз? Төмендегі комментарияға ойларыңызды жазыңыздар. Мен болсам осы интернет кафеде бір ай бойы PUBG ойнап өткізер едім. Студент кезімде интернет кафеде қатарынан 3 күн бойы Counter-Strike ойнағаным әлі есімде. Видеоны осы жерге дейін көрген барлық көрермендерге үлкен рахмет. Сіздердің жазылуларыңыз бен лайктарыңыз мен үшін үлкен мәртебе. Зерде арнасына жазылып лайк басуларыңызды өтінемін. Келесі кездескенше ел аман, жұрт тыныш. Сіздерге зор денсаулық, байлық тілеймін.